Айнұр Тұрсынбаева сахнада не үшін көрінбей кеткенін түсіндірді. Сәлем достар, сіздермен бірге News Kz арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кейінгі кезде айтыс сахнасынан көрінбей кеткен Айнұр Тұрсынбаева мәдени іс-шараларды өткізетін ұйымдастырушыларға өкпелеп жүр. Бұл туралы Стан Kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Бүгінде өнер иесі Стамбул қаласына қоныс аударған. Жақында жаңа кәсібінің тұсауын кесу үшін Астанаға келген еді. Әңгіме арасында өнердегі әріптесі Қарақат Әбілдина айтыстан не үшін көрінбей кеткенін сұрады. Айнұр досымыз келіп көзайым болып жатырмыз. Елге келген сайын бір улап-шулап қаламыз. Үнемі жақсы жаңалықпен келеді. Осы жолы да бір істің басын қайырды. Айеке, өзіңнен тағы қандай жаңалық күтеміз? Айтысқа қашан шығасың? Қашан біздің әндерімізге сөз жазасың? Алда көктем жаңалықтың жаршысы болатын мезгіл келе жатыр. Олай болса жақында Айнұр Тұрсынбаева сөзін жазған жаңа ән күтіңіздер деп оқырмандарыма хабарлай беремін деп әзілдеді Қарақат. Құрбысының тілегіне рахмет айтқан айтыскер ақын сахнадан көрінбей кеткенін мойындап себебін де түсіндірді. Өнерден алыстап кеткенім рас, бірақ мен айтыстарға шақырып жүрген жоқ. Шақырса бүкіл тірлікті жиып қойып ұшып келуге дайынмын. Ұлттық өнерге өлгенше қызмет етемін деген өзіме берген сертім бар. Сондықтан мен айтыстан кеткен жоқпын деп ақталды өнер иесі.